көрермендер болса, қымбат көрермен, тағы да қайырлы күн. Бүгін мархабаттың төрінде ақын Ақжол Түменбай бүгін бізде қонақта. Енді Ақжол, бағана ғана өзіңіз айтып қалдыңыз, енді жаңа өлеңдерім бар. Иә. Тағы да бір өлең сұрасақ, енді ақыннан енді өлең сұраймыз ғой енді. Тақырыптар ауысып кетті дедіңіз. Иә, тақырыптар Сол ауысып кетті. тақырыптары қызық болып тұр бізге. Мен туған күн деген бір өлеңді оқып берейін. Ал, мархабат. Тумадым, туылмадым, жаратылдым. Тас түнегін қақ жарып қара түннің. Жетім қозы сияқты желін іздеп қарайғанға жүгіріп баратынмын. Ағарғаннан ақ еді бала көңіл, жан апамның қайғысы қара қоңыр. Қарайғанға жүгіртіп қаршадайдан құдай жаққа жетелеп барады өмір. Мен не жаздым, құдайдың несін алдым, ес білгелі қол жайып есіме алдым. Адалдығын итімнің көрген күні, адамдардың иттігін кешіре алдым. Жолдас болдым жақсы мен жаман мен де, араластым адал мен арам мен де. Тыртығы бар маңдайым жарқырайды, қабір мен қоғамы қараңғы елде. Жақсы көрдім, жек көрдім, қателестім, қайыры бар демейді қатен ешкім. Жүрегіңде жылт еткен сәуле болса қолыңды бер, мен саған жат емеспін. Достың көбі өліспей беріскенер, бақытымның бұрауы теріс келер. Өзегімнен тепкенде өгей ғұмыр, маңдайымнан сипады періштелер. Толғандырмас рухымды әридай түк, әридай мен келмейді фәни қайтып. Бір-екі рет ажалдың уысынан сытылып шығып кеттім кәлим айтып. Ауылға барған сайын қой бағамын, оңаша ой бағамын. Әкем неге ішуін қоймағанын, шылым шегіп отырып ойланам. Ақжол Түменбай. Тамаша. Ақжол, туған күніңізде жазылған. Өзімнің туған күнім.